Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сіздер мен біздер кезекті қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нақты санның n-ші дәрежелі түбірі және оның қасиеттеріне есептер шығару. Мақсаты нақты сандардан алынған түбірлер мен оның қасиеттері туралы білімдерін жүйелеу, бекіту, есеп шығаруда қолдана білуге үйрету. Міндеттері: нақты санның n-ші дәрежелі түбірі және оның қасиеттерін қолдана отырып есеп шығару. Бағалау критерийлері: ауызша жаттығулар бойынша берілген тапсырманы орындауы, деңгейлік тапсырмаларды орындай алуы, белсенділігі дұрыс сәйкестендіруі, тест тапсырмасын орындай алуы. Балалар, біз осы тақырып бойынша жетекші сұрақтарға жауап берейік. А санының n-ші дәрежелі түбірі деп нені айтамыз? n-ші дәрежелі түбірдің қанша қасиеті бар? n-ші дәрежелі арифметикалық түбірі деп нені айтамыз? Сіздер жауап дұрыс жауабын айтып жатыр деген ойдамын. Тексеріп көріңіздер. А санының n-ші дәрежелі түбірі деп n-ші дәрежесі А санына тең болатын Б санын айтады. n-ші дәрежелі түбірдің қасиеттері 5 қасиеті бар. Көбейтіндіден түбір шығару, бөлшектен түбір шығару, түбірді дәрежеге шығару, түбірден түбір шығару. А санының n-ші дәрежелі арифметикалық түбірі деп n-ші дәрежесі А-ға тең теріс емес А санын айтамыз. Балалар, ауызша жаттығулар орындап көрейік. Сәйкестендіру. Балалар, мына есепте берілгенімен теңін бірге сәйкестендірсеңіздер. Сәйкестендіріп болды деген ойдамын. Жауабын тексеріп көрейік. 1b, 2v, 3a, 4g, 5a. Сіздерде де осылай болды деген ойдамын. Балалар, ендеше кім жылдам есептейді ойын арқылы бой сергітейік. Балалар, мына экранда көріп отырғандарыңыздай бочонктарды таңдап жасырылған есептерді табып көрейік. 82-ші бочонкта 45-тің квадраты. Тексеріп көрейік. 45-тің квадраты 2025. 14-ші бочонкты таңдап көрейік. 75-тің квадраты 5625. Сіздерде де осылай шықты деген ойдамын. Соңғы 37-ші бочонкты таңдап көрейік. 55-тің квадраты қанша? 3025. Ендеше балалар, деңгейлік тапсырмаларды кітаптарыңыздан орындап көріңіздер. Номер 78-ші А деңгейлік тапсырма, номер 78-ші, 79-ші есеп. А деңгейлікті орындаған болсаңыздар, 1 ұпай қойыңыздар. В деңгейлік тапсырмаларды орындаған болсаңыздар, 2 ұпай. С деңгейлік тапсырманы орындаған болсаңыздар, 3 ұпай қоясыздар.
Ой ширатуу тапсырма. Акем мен анам 2 сагат шахмат ойнады. Олардын ар кайсысы нече сагат шахмат ойнады? Әрине, жауабы 2 сагат ойнады. Ендеше кезекті тест тапсырмаларына берейік, балалар. Мына тест тапсырмасын орындап көріңіздер. Орындап болды деп ойлаймын. Жауабымен тексерейік. 1D, 2A, 3V. Номер 75-ші есеп көбейтіндіден түбір шығарыңдар. Бұл есепті, балалар, сіздерге мен үлгі ретінде беріп отырмын. Мына арада біз көбейтіндіден түбір бірінші түбірден шығару қасиетін қолданып тұрмыз. 8 көбейтілген 27 көбейту 25, 3 дәрежесі. Бұны біз жеке-жеке түбірге шығарып алсақ та болады, және де осылай жазсақ та болады, тең болады 30. Осы есептерге қарап, үлгі ретінде басқа есептерді орындасаңыздар болады. Бағалау парағы. Балалар, сіздер оқу барысында бағалау парағымен таныссыздар. Өздеріңізді бағалап көріңіздер. Кері байланыс, табыс сатысы әдісі арқылы мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге өзіндік тапсырма. Номер 80-ші есеп, 3-ші, 4-ші. Номер 82-нің 2-ші, 4-ші есебі. Математика 2018-2009 тест кітапшасынан есептерді шығару. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, хабарласып сұрауларыңызға болады.